Егер де сіз балаңызға көз тиді деп ойласаңыз, медицинада көз тиді деген диагноз жоқ. Дегенмен ырымшыл халқымыз аталмыш аурудың бар екенін жоққа шығармайды. Халық емшілерінің арасында емдік дұғамен емдейтіндері де бар. Сондай-ақ үй жағдайында жасалатын емнің түрі бұл тұзбен емдеу. Көз тиді деген күмән болса, баланың бойын тұзбен аластайды. Сондай-ақ бойтұмарда көз тиюден сақтап, зиянды әсерін жойып жібереді. Тек ондай тұмарларды аяққа баспай, жерге тастамай, әжетханаға кіргізбей ұқыптап ұстау керек. Жас бала өте таза, пәк, жалпы айтқанда үлпілдеген ақ мақтадай нәзік деп елестетсек, ақ нәрсенің кіршең болатынын білеміз. Сондықтан мейлінше баланы көпшілік ортаға апармауға, назардан тыс ұстауға тырысқан жөн. Балаларыңыз ауырмасын. Сенің маған тәңірдің өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрек